Сәлем қыздар, бүгін біз закваскадан, яғни табиғи ашытқыдан құймақ пісіретін боламыз. Ол үшін бізге қажетті ингредиенттер мыналар: закваска 300 грамм, жұмыртқа 2 штук, сүт 400 грамм, қант 80 грамм, тұз 3 грамм, ұн 100 грамм, сұйық май 40 грамм. Мен әдетте алдымен ашытқыға сүт құйып араластырып алатынмын. Бірақ бұл құймақтың тестасын дайындағанда қоспалардың орындарын ауыстыра беруге болады. Егер сіздердің ашытқыларыңыз қышқыл болса, немесе тоңазытқышта тұрған болса, онда жарты шай қасық ас содасын салсаңыз, қышқыл дәмін алып тастайды. Мен ас сода қосқан жоқпын, себебі менің ашытқым қышқыл емес. Видеода қоспаларды рет-ретімен айтып тұрған жоқпын, себебі бәрін қатарынан сала беруге болады, одан құймаққа кері әсері болмайды. Барлық қоспаларды қатарынан салып, жақсылап араластырып алдық. Табаны қыздырып, оған сұйық май жағып, орташа отта пісіреміз. Осылайша таңғы асқа табиғи ашытқыдан дәмді әрі оңай құймағымыз дайын. Келесі видеода сіздерге табиғи ашытқыны дайындауды және одан әртүрлі нанды қалай пісіруге болады